Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шаш папалау дайындайтын боламыз. Дәмі керемет болып шығады, дәмді болып шығады. Жылқы етінен жасадым. Қазы, құйрық май, ет қосып, сәбіз пиязымыздың сыртын ашып, турап алдым. Осындай қызып тұрған майымызға еттерімізді салып, жақсылап, екі бетін ауната отырып, қызарғанша осылайынан 15-20 минуттай осылайынан қуырып алдым. Барлығын қуырып аласыздар. Осылайынан сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осының үстіне туралған пиязымызды қосып, тағы да пиязымыз сары түске енгенше осылайынан қуырып аламыз. Сәбізімізді турап саламыз. Оны да бір 5-10 минуттай қуырып аламыз. Бетін жауып қойып, енді осының үстіне горохымызды бір түнге қойсаңыздар да болады. Болмаса мен сияқты мен суға қайнатып алдым. Осылайынан ыстық қайнаған су құям үстіне. Салқын су құйсаңыздар етті ұзағырақ піседі. Мен осылай қайнаған су құйып аламын. 1 сағат, 1,5 сағаттай осылайынан толық еті піскенше қайнатып алатын боламыз. Үстінен чесногымызды салдым. Ет батып тұру қажет су құйған кезде. Осылайынан дәміне қарай тұз, осындай пловтың приправасын салдым. Толық ішіне барлығы бар. Кішкене күркума салып жердім сары түске ену үшін. Осылайынан барлығын тағы да бір қайнатып алдым. Енді осының үстіне жуылған күрішімізді 5-6 рет жуып, барлығын саламыз. Күрішіміз суға батып тұруы қажет осылайынан. Мінекей, енді су тартылғанша қайнатамыз. Міне су тартылғаннан кейін күріштеріміздің барлығын осылайынан жинаймыз. Жинап болған соң барлығын осындай менде ағаштың көмегімен барлығын осылайынан тесіп алдым. Осының үстіне күленкі жауып қойсаңыздар да болады. Мен күленкі жауыппадым. Осылайынан қазаным толық жабылып, бетінен бу шықпағаннан кейін осылайынан пісіріп алдым. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Осындай сап-сары болып, әдемі болып, толығымен піседі. Бір жасағаннан шығады.